Ол баланың есімі Әли еді. Әли кішкентай кезінде әкесіз қалды. Әкесі бір күні үйден кетіп қайтып оралмады. Шешесі екеуі шағын ауылда кедейшілікте өмір сүрді. Бірақ Әли анасының көзінде әрдайым үміт көретін. Ол Әлиді сен ерекше баласың деп үнемі демеп отыратын. Әли 3 жасқа келгенде тағдыр оған тағы бір ауыр соққы жасады. Бір күні ауылға келе жатқан көлікті көру үшін үйдің қасындағы жолға жүгіріп шықты. Сол кезде ескі жүк көлігі тежегішін басып үлгермей, оны қағып кетті. Әли есін тек ауруханада жиды. Бірақ ол кезде ол өзінің аяқсыз қалғанын әлі білмейтін еді. Анасы жылап тұрды. Дәрігерлер ештеңе істей алмады. Оның 2 аяғын тізеден төмен кесуге тура келді. Ол енді ешқашан жүгіре де, ойнай да алмайтын еді. Әли кішкентайынан аяқсыз өсті. Ауыл балалары оны мазақ етті. Арбадағы бәле, аяғы жоқ Әли деп артынан күлді. Бірақ Әли үндемейтін. Ол үйге келген соң анасынан бір сұрақты қайта-қайта сұрай беретін. Неге мен осындаймын, мама? Анасы жауап таба алмай, тек құшағына қысып жылай беретін. Бірақ бір күні анасы оған былай деді. Сенің аяқтарың жоқ болуы мүмкін, бірақ сенің жүрегің бар. Егер сенің жүрегің мықты болса, бүкіл әлем алдында жеңіске жетесің. Сол күннен бастап Әли өзгере бастады. Ол таңертең ерте тұрып арбасымен жүруді үйренді. Бірнеше айдан соң ол арбасын тіпті жарыс машинасындай жүргізе алатын болды. Бірақ ең үлкен арманын ол ешкімге айтқан емес. Әлидің арманы спортшы болу еді. Бір күні ауылға үлкен қаладағы мүгедектерге арналған спорт мектебінің өкілдері келді. Олар Әлидің арбада қалай жылдам қозғалатынын көріп таң қалды. Сол жерде оған ұсыныс жасады. Бізбен бірге қалаға кел. Біздің орталықта мүгедектерге арналған жарыстарға дайындалуға мүмкіндік бар. Анасы алғашында қорықты. Ол ұлын жалғыз өзі қалаға жіберуге жүрегі дауаламады. Бірақ Әли анасына қарап, егер мен қазір бармасам, мен өмір бойы өкінем деді. Солайша Әли үлкен қалаға аттанды. Ол жерде мүгедектер арбасымен жарысатын спортшылардың қалай дайындалатынын көрді. Олардың арасында аяғынан айырылғандар да, туғаннан мүгедек болғандар да бар еді. Бірақ олардың көзінде үміт, ерік, жеңіске деген құштарлық болды. Бастапқыда Әлиге қиын болды. Арбасымен жылдам қозғалуға үйренгенімен жарыс кезінде тепе-теңдікті сақтау, бұрылыстардан өту оңай болмады. Талай мәрте құлап, қолын жаралап алды. Бір күні қатты жығылып, қолын сындырып алды. Бірақ ол тоқтаған жоқ. Аяқсыз адам қалай чемпион болады? Деп мазақ қылғандар да болды. Әли олардың бәріне тек бір сөзбен жауап беретін. Чемпион болу үшін аяқ емес, жүрек керек. Айлар өтті. Әли жарысқа қатысуға дайын болды. Оның алғашқы ресми жарысы болатын күнде келді. Бұл республикалық деңгейдегі мүгедектер арбасымен жарысу турнирі еді. Бәрі өздерін мықты сезінді. Әлидің жүрегі қатты дүрсілдеп тұрды. Ол анасының сөздерін есіне алды. Жүрегің мықты болса, бүкіл әлем алдында жеңіске жетесің. Жарыс басталды. Әли алдымен соңғы орындардың бірінде келе жатты. Бірақ әрбір бұрылыста, әрбір иінмен өткен сайын ол жылдамдығын арттыра берді. Соңғы айналымға жеткенде ол 3-ші орында тұрды. Барлық күшін жинап, бар жан тәнімен арбасын итеріп алға ұмтылды. Көз алдында тек бір ғана нәрсе тұрды, анасының күлген жүзі. Соңғы метрлерде ол бар күшін сарқып, мәре сызығын бірінші болып кесіп өтті. Сол кезде жанкүйерлер орындарынан тұрып, ду қол шапалақ соқты. Бірақ Әлиге бәрінен қымбат бір ғана нәрсе болды, анасының көзіндегі жас. Ол көз жас емес еді. Бұл қуаныштың, мақтаныштың жасы еді. Сол күннен кейін Әлидің есімі елге тарады. Оны түрлі жарыстарға шақыра бастады. Ол чемпион болды. Бірақ ең бастысы, ол өзіне деген сенімін жеңді. Ол аяқсыз болса да арманы бар, жүрегі мықты адам екенін дәлелдеді. Өмірдің ең қиын сәтінде Әли ешқашан бас тартқан жоқ. Ол өз айтқандай, чемпион болу үшін аяқ емес, жүрек керек.